Ассалаумағалейкум оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық етінен және осындай котлеттерден бургер дайындаған болатынмын. Соның тауық етімен жасалған жолын көрсететін боламын. Қараңыздар достар, қандай керемет болып шығады. Тауық етіміз толықтай пісіп, тойымды болып, осылай керемет болып шығады. Және де котлеттермен жасалған жолы менің YouTube арнамда бар. Описанияға сілтемесін жазып кететін боламын. Қарап, жасап көріңіздер. Және де тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін осылай видеода етіп кесіп аламыз. Содан кейін мен тауық етінен тек қана 3 қана данасын дайындаймын. Сондықтан 6-уын кесіп алдым осылай. Тауық етімізді осындай шұңғыл ыдысымызға саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка және қызыл бұрышымызды саламыз. Одан кейін сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 15-20 минутқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Енді ұнымызға паприканы қосамыз, аздап қана. Содан кейін жұмыртқаны қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араластырып аламыз, жақсылап. Одан кейін қасына тағы ұн салып аламыз ыдысқа. Жаңағы тауық етін банағы ұн мен жұмыртқаны араластырған массамызға осылай жақсылап айналдырып аламыз да. Содан кейін қасындағы ұнға малып алатын боламыз. Барлық тауық етін осылай ұнға малып аламыз. Одан кейін майға жақсылап қуырып аламыз. Екі жағынан қызартып, орташа отта қызартып, пісіріп алатын боламыз. Енді соус дайындаймыз. Бұл жерде менде сарымсақ 2 данасын ғана пайдаландым. 1 штугын ғана пайдалансаңыздар болады. Және кетчуп, майонез, горчица қосамын аздап. Майонезді көп қоссаңыздар болады, немесе кетчупты қоссаңыздар болады. Әркім әрқалай өздеріңіздің жақсы көрген соустарыңызды қоссаңыздар болады. Мен осындай бургердің булочкасын пайдаланатын боламын. Осылай 2-ге бөліп, табада майсыз кішкене қуырып алатын боламын. Бургерге арналған нанымыз дайын. Осылай қуырып алдық. Одан кейін тауық етіміз дайын. Бұл жерде менде сиыр етінен жасалған котлет, яғни оны да дайындап алдым алдын ала. Бізде 2 түрлі бургер болады. Одан кейін бургерге арналған нанымызға соусымызды жағып, салат жапырақтарын салып, тауық етін салып, ірімшікті салып, одан кейін помидор, маринованный огурцы немесе жуаны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Әр адамның қалауымен жасап берсеңіздер болады. Және де осылай соусымыздың жағып, осылай бургеріміз дайын болады. Екінші бізде котлеттермен дайындалған бургер. Бұл бургердің жасалу жолы менің каналымда бар. Қалай жасалу керек екені толықтай нұсқасы бар. Қарап көрсеңіздер болады. Осы видеоның астында, описанияда сілтемесін жазып кететін боламын. Қарап жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, достар. Жасап көріңіздер. Қараңыз достар, бургеріміз дайын болды. Өте дәмді және қол жетімді заттардан дайындалады. Бургер Кингтің бургерінен де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, обязательно жасап көріңіздер. Және де тегін лайкты аямай менің видеома басып кетіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Әзерке Мейрамқызы. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын. Ассалаумағалейкум.